Сәлеметсіздер ме менің сделан от Казахстана Асланбек Консарбаев YouTube каналының көрермендері. Менің бүгін тағы да айта кететін тақырыбым ол мына алдындағы бірінші бөлікте қазақтарда трайбализм деген тақырып жоқ және де болмаған деген видеомның жалғасы ретінде қабылдаңыздар. Қазақты қашанда болмасын бөлу құртқан. Осы ауыр дерттен, яғни бөлімден біз әлі күнге дейін құтыла алмай келе жатқан сияқтымыз. Менің барлық қазақтарға айтатыным, қазақты бөліп бөлшектеу саясатына жол бермеу керек. Қазақты өз тілінде сөйлей алатын немесе ана тілін түсінбейтін, өз ұлттық дәстүрін ұстанатын немесе ол дәстүрді ұстанбайтын, одан қалса жергілікті, Ресей, Қытай қазақтары деп бөлмейік ағайын. Керісінше басқа мемлекеттерде зорлық зомбылық көрген қандастарымызға өз қазақ елінің оларды құшақ жайып қарсы алғанын көрсету керек. Жат елде құл статусында болып, бірақ ерлік пен жігерлігінің арқасында елге оралған қазағымызға пана бола білейік. Туған елдің ыстығына жаураған жандарын жылытайық. Дүниенің түкпір-түкпірінде өмір сүріп жатқан қазақ елінің өкілдері оларға көмек беретін елі бар екенін, қиналғанда сенетін жері бар екенін, зомбылықты қорғайтын ерлері бар екендігін дәлелдеу керек. Осындай алпарыс заманда ақырған екі алпауыт империяның ортасында дербес еліміз ертең ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп қалмасын ағайын. Ал бұны болдырмаудың екі ақ жолы бар. Бірінші жолы Қазақстан Республикасының қазақты басқа ұлт өкілдерімен мейірімді түрде біріктіру керек. Екіншісі ол жаңа шашылған тардай бытыраған қазақты дүние жүзінен жинап, өздерінің атамекеніне тұрақтандыру. Сонда ғана елдігіміз, тұғырымыз ұзағынан болуы шарт. Бірақ осы жолда да біздің еліміздің алдында бірнеше қауіп бар. Солардың ішіндегі ең бастысы мына қасымыздағы Қытайдың мұсылман елдерін, соның ішінде қарапайым қарагөз қазақтарымызды аямай қысқылап жазалауы. Біз Қытайдың ішкісіне араласа алмаймыз. Бірақ ең болмағанда ата мекеніне оралып үлгерген және де әлі де келіп жатқан қандастарымызға моралды тіреу болсақ, оның өзі жетістік емес пе бізге ағайын? Қытай, Түркия, Ресей елдерінен оралып жатқан бауыр қандастарымызды жақын тартқанның орнына біз оларды оралман деп керісінше бөліп, олардың мемлекет тарапынан алып жатқан кішкене жеңілдіктеріне қызғаныш көзбен қараймыз. Ол дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Ел тұрмақ мекенімізді ауыстырсақ бізге үлкен трагедия. Ал өмір бақи басқа елде емес, басқа цивилизацияда өмір сүрген қазақтар тарихи отанына оралып, Қазақстанның қоғамына ену олар үшін, конечно, оңай процесс емес. Мұны мен өз басым ерлікке теңеремін. Сондықтан да барынша сол ағайындарымыздың қатарымызға тез енуіне көмектесе білейік. Бұл біздің олар алдындағы борышымыз. Жалпы мен өзім оралман деген ұғымға қарсымын. Өйткені оралман деген сөзді біз қалай пайдаланамыз? Оралманды осы статуспен атағанда, оны өзіміздің алдымызда кішірейтеміз. Өзімізден бөлеміз, бөлшектейміз, ары тұр дейміз. Әсіресе бұл Қытайдан келген ағайындар туралы айтқанда кеңінен пайдаланады осы оралман деген сөз. Ал сол қара Қытайдың біздің қазағымызды аямай қырып жатқанда, олар қалқан болудың орнына одан әрі көмектесіп кемсітеміз. Ол бізде үлкен тарихи қате деп санар едім мен. Итак сол қара Қытайдың қарамағында жатып, олардың құлына айналып кете жаздап, ұлттық ерекшелігінен айырылып кете жаздаған, солардың қинауында, солардың қанауында болып жатқан қара қазақтарымыз Қытайдың қанауынан қашып шығып, шекарадан өтіп, міне тарихи отаныма, өзімнің қалың қара қазақ еліме оралдым ау деген кезде, біз оларды оралман деп кемсітіп тастаймыз. Қашқын ретінде қараймыз оларға. Кейде осы Қытай қазақтарын қолдамау рулық жүздік бөлінуге ұштасып та кетеді. Серікжан Біләшұлы, Қанат Ислам сияқты өкілдер шыққан Қытай қазақтарын демеп қолпаштағанның орнына біз оларды қудалап, сотқа тартып та жатамыз. Бұл вообще ұят нәрсе менің ойымша. Деген келеді бұндай қазақтарға мен. Осы Серікжан да, Қанат та өздерінің ғана емес қой, жалпы қара қазақтың мұңын ойлап, бастарын қатер қауіпке, осы өздерінің тек ру тайпалар үшін ғана емес, қалың қазақ, соның ішінде мына Қазақстанда тұрып жатқан этникалық қазақтардың мүддесі үшін қауіп қатерге барып жатыр ғой. Біз оны неге бағаламаймыз, неге оны құрметтемейміз, неге сондай нәрселерге түсінушілікпен қарамаймыз? Ондай іс-әрекеттері Серікжан мен Қанат Ислам ғана бұл дүние жүзінде қазақ емес қой. Немесе олардың маңдайына Алла тағала екеуі ғана қазақтың мұңын сөйлеңдер, қалған қазақ сендердің арттарыңа тығылып ап, жартысы сендерді қолдап, жартысы сендерді соттап жатсын деп. Олай жазылмаған шығар бұл жігіттердің маңдайына.
Сондықтан да кейде мен даже ойлаймын, осы мына рулық жүздік бөліну осы мына Қытайдан келген қазақтарға оралман деп айтқан сөзімізде нақты білініп қалады да. Өйткені мына басым көпшілігі Қытай қазақтарының ол мына орта жүздің өкілдері. Мына ұлы жүз, кіші жүздің өкілдері өте сирек кездеседі де, көбінесе Қытайдың қазақтары бұл орта жүз, соның ішінде Керей мен Найман руының өкілдері өте көбінен кездеседі. Сонда мынау сол Қытайдан келген қазақтарға оралман деп кемсітіп оларды өзімізден бөлген кезде, менің ойымша сол мына Наймандарды, Керейлерді, орта жүздің, жалпы орта жүздің өкілдерін жек көретін сезімімізді соларға біз төккендей боламыз. Біз мына Қазақстандағы тұрып жатқан жергілікті Наймандар мен Керейлердің өзін жақтыртпаймыз, ал ана Қытайдан келген қазақтардың ішінде Найман болатын болса, оны мүлдем кемсітіп тастаймыз. Бұл дұрыс емес нәрсе, бұл дұрыс емес тенденция менің ойымша. Бірақ біз почему-то жаңағы Қанат Ислам, Серікжан Біляшұлы сияқты ірі тұлғаларымызды құзға қарай itергеннен басқа бітіріп жатқан 5 тиын пайдамыз жоқ. Міне сендер Керейдің өкілісіңдер, сендер Найманның өкілісіңдер, Қытай қазақтарының мұңын ғана ойлайсыңдар, сендерге 5 тиын пайдамыз жоқ, сендер де бізге керек жоқсыңдар деген ойда ғанамыз. Бірақ мен бұндай нәрселерді, бұндай көзқарастарды сатқындық позиция деп атар едім. Еркек тоқты құрбандық деген сөзге еріп, кезінде Оспан батыр, Зұға батырларымызды біз Қарақытайға, ал одан кейін Амангелді Иманов және де әйгілі Алаш қайраткерлерін Совет империясының құрбандығына бергеніміз бәрімізге мәлім. Еркек тоқты құрбандық дедік та, қазақтың ішінен шыққан менмін деген жігіттеріміздің барлығын құрбандыққа, жартысын кеңес өкіметіне, жартысын Қарақытайға құрбандыққа бере салдық. Енді менің ойымша солардың тұяқтарының асылдары, мына жаңағы Қанат Ислам деген сияқты, Серікжан Біляшұлы деген сияқты адамдарды енді тек сондай асыл ерлерімізді енді қорғап, қолпаштап, құрметтеп, аялайтын кез келген шығар. Беретін құрбанымызды беріп біттік. Олар өзіміздің қазағымыз ғой. Әйел жолда, бала белде бауыр деген табылмайды деген киелі қазақтың ұрпағымыз ғой. Осындай мақалдарды девиз ретінде пайдаланып отырып, сатқындық әрекетке барғанымыз дұрыс емес менің ойымша. Керісінше, егер сол оралман деген терминді жоюға болмаса, онда керісінше осы оралман деген әлеуметтік статустың рөлін онда көтеру керек. Оралман терминін бір байқұс, қашқын адамның бейнесінен айырылтып, мақтанатындай орынға дейін көтеру керек. Көптеген жеңілдіктер бере отырып, қазіргі қазақстандық қоғамда өзінің орнын алуға көмектесу керек ағайын. Мысалы, сол оралман деген терминді неге мына Қазақстанның құрметті азаматы деген сияқты бір статусқа теңемеске, енді ол екеуі бір-біріне тең келетін жағдайда емес, бірақ енді сондай бір мәртебеге көтерсек оралман дегенді. Айтып тұрмын, бір елді мекеннен, бір ауылдан қалаға немесе қаладан ауылға көшіп барған кезде әрбір отбасының, әрбір адамның мойнында қандай үлкен трагедия, біз үйрене алмай жерсінбей жатамыз. Ал сендер ойлаңдар, біздің қаракөз қазақтарымыз басқа цивилизация, басқа мемлекетте өмір сүріп жатып, осы біздің қазіргі Қазақстанға көшіп келген кезде олардың семьяларында қандай трагедия болып жатады. Ол трагедиялық сезімнен арылу үшін біз оларға көмектескеннің орнына біз оларды наоборот ары қарай бұлтты төндіріп қоямыз, қауіпті төндіріп қоямыз ол байқұстардың басына. Сондықтан да егер біз оларды оралман деп атайтын болсақ, онда оралман деген үлкен мәртебеге сай бір статус болу керек менің ойымша. И самое главное, сразу же хочу сказать, дорогие зрители, что для нас сегодня важнейшая цель, супер важная цель – это укрепление единства казахского и казахстанского народа. И второе – сохранение нашей независимости. Если мы это сможем, то тогда у нас получится и научить казахскому языку, и заставить уважать казахскую культуру, придерживаться наших национальных обычаев и традиций. Это не проблема. Самое главное сейчас для нас – это укрепление единства казахского и казахстанского народов. И это супер задача, которую мы сейчас с вами должны успеть. И в этом роль этнических казахов, возвращающихся на свою историческую родину, огромна. Именно этнические казахи, так называемые оралманы, вместе с местными казахами должны стать цементом единства нашего государства. И нам не надо их отделять, называя оралманами, насмехаясь над их слабым знанием, либо незнанием русского языка. Это вообще вещь, по которым нам нужно было плакать, а не насмехаться над оралманами, которые лучше нас владеют государственным языком, а у нас даже мышление стало русскоязычным. И следующее хочу сказать, дорогие зрители, испытавшие до сих пор, испытывающие преследование и унижение на чужбине, наши казахи и оралманы заслужили ведь право на уважение. Уже хотя бы за то, что они на чужой земле, в пределах чужой цивилизации, не боясь смерти, не боясь арестов, не боясь пыток,
остались и остаются казахами. Особенно в Китае. Вообще Китай я хочу назвать самой двуличной страной в мире. Можно привести, конечно, тысячи примеров и доказательств, которые доказывают двуличность Китайской империи. Этими доказательствами прям насыщено виртуальное пространство. Вот, пожалуйста, один самый банальный пример двуличности Китая. Вот всем нам известно из интернета, из социальных сетей, что власти Китая тысячами арестовывают мусульман Синьцзяна. Только за то, что они разговаривают на родном языке, проповедуют ислам, подвергают пыткам и истязаниям, если обнаруживают у них священный Коран или жай-намаз. Но при этом представьте себе, Китай, который преследует мусульман, который арестовывает и пытает только за то, что у кого-нибудь из жителей Синьцзяна обнаруживается жай-намаз или священный Коран. Так вот, этот Китай ежегодно только от реализации произведенных на госпредприятиях таспиха и жай-намаза ежегодно в китайский бюджет поступает около $1 миллиарда. Представляете? То есть Китай, преследуя мусульман, арестовывая за наличие либо обнаружение Корана, жай-намаза и таспиха, за чтение намаза, он при этом еще и зарабатывает на этом. Тысячи и тысячи жай-намазов и таспихов Китай реализовывает на территории арабских стран. Но тогда это китайское правительство хотя бы должно уважать ислам. Так же ведь? Ведь ислам обеспечивает наличие миллиона и миллиарда сторонников ислама, наличие миллиарда мусульман позволяет китайскому бюджету вовремя выплачивать там пособия, реализовывать свои государственные приоритетные задачи. Так вот, у Китая вообще нет стыда, и двуличность его нету вообще рамок. Мы в Казахстане всегда должны помнить о том, что тысячи наших соотечественников страдают в Китае уже только за то, что они мусульмане, или же только за то, что они казахи. И каждый из нас должен стараться оказывать, и должен стараться не только оказывать, но и оказывать им посильную помощь. Если кто может, то нужно оказывать материальную помощь. А если не получается оказать материальную помощь, то хотя бы добрым словом надо поддержать. А если имеются силы, если имеется возможность, если имеются знания, то нужно вообще включаться, активно включаться в информационную борьбу в защиту всех страдающих казахов Китая. Ведь одно дело, например, почему это нужно включаться в активную борьбу? Нужно стать активным участником информационной войны. Ведь одно дело, когда к нашему правительству в рамках защиты прав китайских казахов обращается небольшая куча людей, возглавляемая Серикжаном Бляшем. А другое дело, если миллионы казахстанцев, причем активно защищающие интересы китайских казахов, будут требовать от нашего правительства и от нашего руководства спасти китайских казахов, встать на защиту их интересов, встать на защиту их жизни и здоровья. И главное, в самом конце я хотел бы сказать, мына біздің қазақ халқын қанайтын, қазақ елін жек көретін, осында Қытай империясы сияқты қазақтың жеріне көз қызығушылықпен қарайтын адамдарға айтқым келеді. Бізде, яғни қазақ халқында, басқа ұлтқа, басқа империяларға енді беретін ұл жылататын қызымыз жоқ, айналайындар. Біз қазақ екенімізді ешқашан ұмытпағанбыз және ұмытпаймыз да. Ешқашан харам жемеген, тоңыз басып кеткен шөпті өзіміз тұрмақ жылқымызға да жегізбеген, сұлтан төрелеріне, беттеріне тік қарап тұрып, ақыл айтқан, кеңес берген ер Махамбет пен жаужүрек Қабанбайдың ұрпағы қазақпыз біз. Сондықтан да бұл дүниеде қазақ халқының территориясына, қазақ халқының мемлекетіне көз тіккен, көз қызығушылықтарын көрсетіп отырған империялар мен халықтарға айтқым келеді. Қазақтың жаны тірі тұрған кезде, қазақтың тәні тірі тұрған кезде, бұл қазақтың жері, Қазақстан Республикасының егемендігі мен тәуелсіздігі ешқашан басқа мемлекеттер мен басқа империяларға бұйырмайды. Бүкіл қазақ халқының өкілдерін қырып тастаңдар. Жер бетінде бірде-бір қазақ қалмаған жағдайда ғана бұл территорияға сіздер көз тігулеріңізге болады. Ал енді бұл өмірде жоқ дегенде бір қазақ аттың үстіне қонатындай шамасы болып тұрған кезде біздің территориямызбен, біздің дербестігіміз, біздің егемендігімізді ешкімге де бермейміз, қорғауға әрқашан дайын екенімізді жеткізгім келеді. Өз қазағымызды өзіміз керек қылмасақ, айналайындар, бізден басқа олар ешкімге де керек жоқ. Қазақтығымызды сақтайық, мемлекеттілігімізді қорғауға дайын болайық. Рахмет.